Сәлем достар, бүгін сіздерге меренга рулетінің жасалу жолын ұсынамын. Бізге керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Қолданылатын ыдыстар міндетті түрде құрғақ болуы керек. Жұмыртқаның ағын сарысынан мұқият ажыратып аламыз. Енді үстінен тұз және лимон қышқылын қосып миксер көмегімен баяу жылдамдықта араластырамыз. Масса көпіре бастағаннан кейін аз-аздан қантты салып ерігенше миксердің көмегімен араластырамыз. Миксердің жылдамдығын ақырындап көтеріп отырамыз. Бізде жылтыр формасын ұстап тұратын масса шығады. Енді жүгері крахмалын қосып бір араластырып аламыз. Пергамент үстіне жайғастырып шығамыз. Жабысып қалмау үшін пергамент қағазының сапалысын пайдаланған жөн. Видеодағыдай насадка болмайтын болса, жай ғана пергамент қағазына лопатка көмегімен орналастыруға болады. 140-150 градус температурада қызып тұрған духовкада 30 минуттай пісіріп аламыз. Мен конвекция режимін пайдаландым. Енді кремді дайындаймыз. Салқын кілегейге қант ұнтағын қосып миксердің көмегімен араластырып аламыз. Масса қоюлана бастаған кезде творожный сырды салып миксер көмегімен араластырып аламыз. Дайын кремді тоңазытқышқа салып қоямыз. Меренганы видеодағыдай аударып аламыз. Сәл салқындатып кремімізді жағамыз. Ортасына таңқурай джемін пайдаландым. Енді видеодағыдай рулетімізді орап аламыз. Қалған креммен бетін әсемдеп шығамыз. Ауызда еритін мамықтай меренга рулетіміз дайын. Сіздерге ас болсын. Видеоны аса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.